Ассалаумағалейкум жігіттер. Короче, мынандай ситуация болып жатыр менде. От алмайды машина. Кеше осы үшін мен стартер ауыстырған едім. Осындай, короче, осындай болып жатыр прикол. Короче, 389 мың пробегте. Вообще. Короче, осындай жігіттер. Короче, стартер қумай тұрды ғой. Соны біз тексереміз ғой. Қумай тұрған асын. Келеміз реле, предохранитель, бәрін тексереміз. Короче, бәрін нормальный. Сонымен наны прямой жалға көретін. Жетсе тоже от алмай тұр ғой. Қуаламайды да, короче, стартер. Сонымен стартер дейді алады. Стартерді ауыстырамыз ғой сорада. Стартерді ауыстырып, стартерді қайтадан саламыз. Сонымен от алдырсақ, от алады. О, стартерден екен деймін да, мен кетіп қалам. Соны бір 2 күн жүрем, 2 күннен тағы да стартер қумай қалады. О, тура сондай болып қалады. Ё-мое, тағы не болып қалды деймін да. Қайтадан келем ғой. Енау тағы да от алмай жатыр. Что-то стартерден емес, басқа нәрседен ау. Іздейік дальше деймін ғой. Сөйтеміз да. YouTube'дан қарасақ. Тағы да сол реле, предохранитель полный тексеріп көреміз. Бәрі нормальный. Сонымен YouTube'дан қараймыз. YouTube'дан қарасақ минустары, кузов моторды жалғанып тұрған минустарын қараңдар дейді да. Сонымен соларды қарадық. Олардың бәрін асты тот басқан екен, бәрін тазалап қайтадан саламыз. Все равно от алмайды. Сөйтіп, не істейміз енді? Тағы да стартер ауыстырамыз ба деп тұрған кезде, сорада бір жентрасы бар. Бір жігіт айтады ғой. Че там қуаламай жатыр ма не? Короче, надан дейді ғой, мен сендерге айтайын дейді. Менде бұл случай болған, бірақ мен таппай қойдым дейді да. Короче, нарда штикер бар ғой. Штикер өзінің штикері плотно киіледі, кәдімгі оригинал штикер ғой. Киіледі, кәдімгідей шығады. Киіледі, шығады. Астын қараймыз, асты идеальный болып тұр. Короче, осы штикерден болады. Короче, маған машинаға кірді, от алдыршы дейтін. Сонымен осы штикерді бұлай қозғайды, сол машина от алады ғой кәдімгідей. Сонымен тағы бір қозғаса, от алмай қалады. Короче, штикер бос болып қалған ба, түсінбеді. Короче, бірақ плотно тұр да, өзінің орнында тұр. Короче, осы штикерден болып шығады. Осы штикер тапсаң, ауыстырып ал, мен таппай қойып, короче, переделка жасап салып жергем, сонымен жүрмін мен дейді да. Мен таппай қойдым дейді. Сон базарға барсам, бар екен осы штикер. 1000 теңге ма, 1500 теңгеге ма, барып сатып алып келемін. Сонымен штикерді ауыстырам, сонымен тынады ғой. 2 күн алысқам ғой, ё-мое, осы бір штикер үшін 26 000 теңгеге қадалғансың ғой. Нан 20 000 теңгеге сатып алып, 6 000 теңге замена болды. Осыны ауыстырғам ғой, ё-мое. Короче, осы штикерді бірінші очередь тексеріп көріңдер, если че машиналарың бағанағыдай болып жатса. Содан соң дальнейший көресіңдер ғой. Осы штикер өзінің оригинал плотно тұрады, кәдімгідей как оригинал тұрады. Но все равно күйіп кете ма, түсінбеді. Короче, ана электрикте непонятка болып тұр ғой. Сонымен, короче, 10 күн болды қазір жүргеніме. Зыңдай, жақсы от алдырып тұр. Осы штикерден болып шығады. Короче, осы штикерді тексеріп көріңдер. Себебі ана жентрасы бар жігітте тоже сөйтіп қиналған ғой. Ол да стартер ауыстырғам дейтін. Ең соңында осы штикерден тауып, штикерді переделка жасадым, бірақ мен несі таппай қойдым дейді да, штикер таппай қойдым. Соны переделка жасап жібердім дейтін. Қазір нормальный от алып жүр. Тапсаң, осыны сала сал ауыстырып көр дейтін. Действительно, осыдан болып шығады ғой, короче. Сонымен, короче, жігіттер, каналға тіркеліп, жазылып, комментарий жазып, лайктарыңды басып, қоңыраушаны басып, подписать етіліп, кобальт нексиясы бар, жентрасы бар достарыңа жіберіп қойыңдар. Біліп жүрсін, стартер ауыстырмасын ең бірінші. Құрбекерге осы бір 1500 теңгенің заты үшін стартер ауыстырып тастадым.